Қазақстанның 150 мың теңгесін Өзбекстанның сумына аударған кезде примерно 3 миллион 700 мың сумға айналды. Осыншама ақшаны мақтанып видеоға түсіріп алған түрім бәрін басынан бастап айтып берейін. Біз Ташкентке тойға келген болатынбыз, қыз ұзатуына. Бұл жерде мен сіздерге Өзбекстан Республикасында тұратын қазақ халқының қыз ұзатуы туралы айтамыз. Біз Ташкентке ұзату тойға келген болатынбыз. Бұл видеода біз Өзбекстанда тұратын қазақтардың қыз ұзатуы, үйлену тойы туралы айтатын, көрсететін боламын. Көрші қоландар, жеңгелер барлығы жиналып қыздың жасауын жасап жатыр. Қыздың ыдыстары бұл жақта. Мына жерде қыздың көрпе төсектері. Біреу білсе, біреу білмесе, оған қызық болып жатар. Оңтүстік Қазақстанда, Ташкентте қыздың жасауын қалай жасау керек екенін жақсы біледі, ал білмейтіндерге қызық болса, мен осы видеода сіздерге көрсетемін. Қыздың жасауын бәрін нөлден бастап барлығын жасап алып барады. Біз қазір қыздың жасауын жинап жатырмыз. Көрпе төсектері, киімдері, жеңгелер қолдарынан келгенше көмектерін беріп жатыр. Соның ішінде мен де бармын. Қазір бәрін түсіндірем. Бұл жерде ең қызық салт-дәстүрдің бірі сырға салу, тәтіс шайдың барлығы өткеннен соң қыздың болашақ енесі келінді алып, болашақ келінін алып, екеуі базарға барады, қызды бастан аяқ киіндіреді. Әрине, әркім бұл жерде өзінің жағдайына, шама-шарқына қарап, қыстық киім, жаздық киім, көшеге киетін киім, аяқ киімдер, носкиларына дейін бүкілін қызды алып барып киіндіреді. Мейлі бір апта жүрсін базарда, мейлі бір ай жүрсін базарда, өздерінің ыңғайларына қарап, келіннің өзіне ұнайтынын киіндіріп, барлығын алып береді. Сосын ол киімнің бәрін қыздың үйіне әкеп тастайды. Қыз оны вешалкаларына іліп, реттеп, пакеттеріне салып, бәрін жинап алады. Енді ол жақ қыздың жасауына машина жібереді. Қыздың жасауын жеңгелері, әпке, сіңілдері барлығы барып, оның үйіне жасап келеді. Кәдімгі қыздың жасауын жайып. Маған қыздың әпкесі болып сенде бар деп жіберген. Мына жерде біз күйеу баланың, болашақ күйеу баламыздың үйіне барып төсек жаюға бара жатырмыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қызықтың бәрі алда. Екі жеңгесі, екі сіңлісі, бір әпкесі болып біз бардық. Бұл жерде тек қана әйел кісілер болады. Олар бізді дастархан жайып, барынша жақсылап күтіп алуға тырысады. Тамақ шайымызды ішіп, бір-бірімізден жөн сұрасып, бәрі өзін бір-біреулеп таныстырып, салт-дәстүрлерімізді айтып, яғни бір-бірімізбен танысып отырамыз. Тағы бір қызықты айта кетейін, бұл жерде тамақты сенің алдыңа өзіңе порция деп айтамыз ғой, бір порция солай ғана қойып береді. Бізде қазақта қонақ күткен кезде ортаға қоя саламыз тамақты, екі түрлі салат жасасақ, қонақтың санына қарай 4 жерден 6 жерден қоя салсақ, бұл жерде кішкентай тарелкаларға салып, тура сенің алдыңа қояды. Әркімнің өзінің алдына 4 түрлі салат болса, алдыңа 4 түрлі салат қояды. Бір тамақ болсын, екі тамақ болсын, бәрін алдыңа әкеп қойып береді. Фруктыларды турап алдыңа дейін қойып береді. Осылай әңгімелесіп, шай тамағымызды ішіп болғаннан кейін жұмысқа кірісеміз. Бұл жерде болашақ келінге бөлме береді. Яғни шамасына қарай 2 бөлме болсын, 3 бөлме болсын. Бізге 2 бөлме берді. Яғни спальня жататын бөлме и зал қонақ бөлмені. Осы 2 бөлмені болашақ келін, осы үйге келетін келін барлығын өзі жасап, өзі толтырады. Перделерді алдын ала заказ беріп, тігіншісі келіп, үйді өлшеп, перделерді тігіп кетеді. Біз түстен кейін келдік, пердеші перделерін тігіп, бір күн бұрын тігіп кеткен екен. Енді өзіңіз ойлай беріңіз, терезеге, есікке неше бөлме болса, сонша перде тігіледі. Әпкесі мен сіңілдері осылай бүкіл ыдыс-аяқтың бәрін шығарып жасайын деп жатырмыз, ал жеңгелері жататын бөлмеде төсек орын киімдерін жайғастырып жатыр. Бұл Өзбекстанда тұратын қазақ халқының салт-дәстүрі, яғни өзбек халқымен араластырғаннан кейін өзбек халқының кішкене салт-дәстүріне ыңғайланып кетеді. Барлық ыдыстардың коробкаларынан шығарып аламыз, сосын оларды таза сүлгімен сүртіп шығамыз. Барлығын орнына қойып, жайып көрсетіп қояды екен, өйткені туған-туысқандар келгенде қыздың жасауы барлығы көрініп тұру үшін. Әңгімен соғып отырып, бүкіл затты орындарына қойдық. Кейін бізге болды, енді тамақ ішіп алыңдар деп, мына жерде нағыз өзбекский плов жеп алдық. Жұмыс істеп, барлығымыздың қарнымыз ашып кетіп, тамағымызды ішіп алдық. Енді мен сіздерге жасауды көрсетейін. Барлығын көрсетіп, дәл осылай жасап қояды екен. Енді қыз ұзатып отырғандар, немесе қыз ұзатайын деп отырғандар, дәл осы салт-дәстүрді бағалап кетіңіздер. Үйге қонақ келгенде болашақ келіннің немесе келін түскеннен кейін қыздың жасауын көруге келеді.
дәл сол кезде барлығы осылай жайнап тұру керек. Бізге 2 бөлме берілген соң 2 бөлмені жасаттық, осылай сіздерге көрсетіп жатырмын. Мына жерде біздің қызымыздың бүкіл боянатын косметикалары, бұл олардың жататын бөлмесі, перделері, кілемдер барлығын апарып, дәл осылай жасап, тойдан алдын жасап қояды. Әлі ешқандай да ұзату тойда, үлкен тойда болмаған, содан кейін осылай барып жасап, дұрыстап қойғаннан кейін барлығы болады. Мына жерде мен сіздерге жаңа киімдерді көрсетіп жатырмын. Бұл жерде қызымыздың барлық киімдері бар. Қысқы пальтолары, жеңі жоқ киімдері, костюм, юбка, үйге киетін киімдер барлығы. Неше түрлі орамалдар, кеудеге киетін кеудешелер, енді әр жерде әртүрлі айтады. Қалған кем-кетігін деп айтайын, болмаған заттарын артынша тойдан кейін жаймен алып келе береді. Немесе алып келмесе де болады. Теңізден бір тамшы дегендей, мен сіздерге кішкене ғана салт-дәстүрді көрсетіп кеттім. Алдағы видеоларда мен сіздерге Өзбекстандағы қазақ халқының ұзату тойын, яғни жігіт жақта болатын үлкен той туралы айтатын боламын. Менімен бірге болу үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, келесі тойларды өткізіп алмау үшін. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.